Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, танымдық каналға қош келдіңіздер. Бүгін бізде кітап конспект айдары. Біз Игорь Манның номер 1 деген кітабына конспект жасайтын боламыз. Бұл конспектті мен мынандай майнд картада жасадым, чтобы сіздерге де түсінікті болатындай және практика болатындай. Осы майнд картада сіздерге кітапта не айтылғандығын қысқаша түсіндіріп беретін боламын. Номер 1 деген кітапты мен 4 бөлікке бөлдім. Ол авторы кім, қалай номер 1 болуға болады, түйіні және де қызықты идеялар мен цитаталар. Енді түсіне кету керек, бұл жақта бұл кітапты кім жазып жатыр дегенде Игорь Манн деген кісі жазған. Ол өзін маркетинг бойынша Ресейдегі номері 1 маман деп санайды. Ол не үшін өзін солай атады дегенде, маркетингті ғылым ретінде қалыптастырған американдық ғалым Филипп Котлер оған осы атақты берген, сен Ресейдегі номер 1 маркетолог сен екенсің деген сияқты. Содан бері ол өзін номер 1 деп атап кеткен. Және де ол маркетинг бойынша бірнеше кітаптардың авторы. Маркетинг без бюджета, точки контакта, менеджер по маркетингу, клиентті ориентированность деген сияқты сондай бір көп кітаптары бар маркетинг бойынша. Соның ішіндегі ең қатты ұнағаны маған осы номер 1 кітабы. Енді кітаптың негізгі мағынасы, мақсаты, сен қандай да бір салада номер 1 болу керексің. Быть номером 1 в чем-то дейді да. Мысалы сен Мобилоров болсаң, номер 1 Мобилоров болу керексің. Бірақ егер оған жете алмасаң, бір өзіңнің нишаңда тамақ түсіретін номер 1 Мобилоров болуға болады. Осы мақсатқа қалай жету керектігін осы кітапта айтылған. Енді конспектке қарай өтейік. Как стать номером 1 дейді. Бұл конспектті мен орысша жасадым, бірақ сөзбе-сөз былай қазақшаға аударып отыра берем. Себебі былай аударған ұзақ уақыт алады. Номер 1 болу үшін 5 қадамды жасау керек. Бірінші мақсатты анықтау керек, екінші А нүктесін белгілеу керек, үшінші дамуды бастау керек, төртінші Б нүктесін анықтау керек, бесінші әрі қарай дамуды жалғастыру керек. Енді бірінші мақсатты анықтау керек. Бірінші қадам, көп адамдарда мақсат жоқ, не үшін олар номер 1 болу керек, не үшін олар вообще даму керек, бір нәрсе істеу керек. Мақсат керек. Мақсат болу үшін ол мақсаттың не екенін, қандай болу керек екенін анықтап алайық. Мақсат ол біріншісі амбициясы бар болу керек, яғни бір сізді жандыратын, шабыттандыратын мақсат болу керек. Яғни жаңа айтып кеткендей, быть номером 1 в чем-то, бір саланың номер 1 маманы болу. Екінші қолжетімді болу керек, яғни шынайы. Мысалы, сіз қазір жасыңыз 25-те бола тұра, футболист боламын деп армандай алмайсыз ғой, мақсат қоя алмайсыз, ол нереально да, сіз уже қанша уақыт өткізіп алдыңыз. Немесе ғарышкер боламын деп армандай алмайсыз. Шынайы бір қолжетімді нәрсені мақсатқа қою керек. Және де үшіншісі, әрқашанда көз алдыңызда жүру керек, всегда перед глазами деп тұр. Яғни ол смартфоныңызда жазылып тұру керек мақсатыңыз, ноутбуктың рабочий столында жазылып тұру керек, қағазға жазылып тұру керек. Және де егер сізге өзіңізге рұқсат берсеңіз, әрине дініңіз рұқсат берсе, татуировка ретінде де сіздің мақсатыңызды өзіңізге жазып алу керек. Сол кезде ол мақсатқа айналады. Енді ол мақсатты қалай қоямыз деген кезде смарт техникасы бар, яғни SMART әріптері. Смарт техникасы арқылы мақсатыңызды анықтасаңыз болады. Ол S дегеніміз конкретный, яғни нақты, М деген измеримый, өлшеулі, А деген қолжетімді, маңызды дегенді түсіндіре кету керек. Кейбір мақсаттардың қазіргі уақытта сіз үшін маңыздылығы болмауы мүмкін. Мысалы, оқу бітіру деген сияқты мақсаттар, сіз уже оқу бітіріп қойған болсаңыз, мысалы, ол мақсаттың сізге қазір маңыздылығы жоқ қой, сол сияқты. Және де Т деген дедлайн деген бір нақты уақытпен шектелген болу керек. Мысалы, осы жылдың соңына дейін деген сияқты. Мысалы, көбісі мақсат қояды, арықтау деген мақсат қояды, бірақ арықтау деген ол мақсат емес. Арықтауды нақтылайтын болсақ, мысалы, осы жаздың 1 айына дейін мен 80 килограммнан 70 килограммға дейін 10 килограмм салмақ тастаймын деген сондай бір шынайы, қолжетімді, мысалы, бір айда 30 килограмм тастау нереально, но 10 килограмм тастау реально, сондай бір өлшеулі, реальный, қолжетімді және де уақытпен шектелген мақсат болу керек. Осы үшін бізде смарт технологиясы бар. Енді бірінші қадам мақсатты анықтап алдық қой. Өзіміздің мақсатты анықтап алғаннан кейін бұны жабамызда біз А нүктесін белгілейміз. А нүктесі деген сіз қазір қай жерде тұрсыз? Жалпы исходные данные дейді, қазір не істеп тұрсыз, қазір қай жердесіз деген сияқты. Ол үшін сізге SWOT анализді ұсынамын. SWOT анализ дегеніміз сіздің артықшылықтарыңызды, әлсіз тұстарыңызды, мүмкіндіктеріңізді және де қауіп-қатерлерді анықтайтын сондай анализ. SWOT-ты осылай қазір суретте көрсетіліп тұрғанда 4-ке бөлесіз. Өзіңіздің мықты тұстарыңызды жазасыз. Мысалы, сіз 3 тіл білесіз, сізде 2 жоғары білім бар, одан кейін сіз креативныйсыз деген сияқты. Әлсіз тұстарыңыз болса, мысалы, жаңа ортаға сіңісе алмайсыз, өзіңіздің қалаңыздан басқа қалаға көше алмайсыз деген сияқты. Сондай бір әлсіз тұстарыңыз жазасыз. Мүмкіндіктер, сізде мысалы анау бір блогермен таныс байланыстарыңыз бар, сізде бір кәсіпкер ағаларыңыз бар деген сияқты осындай мүмкіндіктер жаза кетуге болады. Қауіп-қатерлерге сіздің бұл салаңыз 2 жылдан кейін сұраныс жоқ болып қалуы мүмкін деген сияқты. Или аяқ асты кризис келсе, или пандемияның кесірінен жабылып қалуы мүмкін деген сияқты. Сондай бір әркімде әртүрлі қауіп-қатерлер болады, солардың барлығын жазып шығу керек. Мен де өзім маман ретінде бұл SWOT анализді жасап шыққан болатынмын.
Келесі анық түйесін анықтауға жалғастыратын ол сіздің сырт келбетіңіз, яғни бойыңыз қандай, жүрісіңіз қандай, номер 1 мамандардың жүрісі әрқашанда өзіне сенімді, түр әлпетіңіз, шашыңыз, дауысыңыз қандай, номер 1 мамандар әрқашанда дауысы өзіне сенімді, нық сөйлейтін. Осанка дейді, арқаңыздың түзулігі, түзу ұстау, егер бүкірейіп жүретін болсаңыз, мысалы ондай мамандар, номер 1 мамандар ешқашан бүкірейіп, ұялып жүрмейді, олар әрқашанда өзіне сенімді деген сияқты. Бет әлпетіңіз және де салмағыңыз. Осының барлығын жазып шығу керек. Менің бойым осынша, салмағым осынша, қазір прическам осындай деген сияқты барлығын анықтап алу керек. Келесі анықтайтынымыз ол бізде визитка, сіздің аты жөніңіз, никнейм, әлеуметтік желілердегі Telegram бар, TikTok, Instagram бар, одан кейін почта, почтаңыздың атауы. Көптеген мамандар почтасының атауына мән бермейді, бұрынғы атауымен қалып қояды. Оның барлығы іскерлік қарым-қатынастарда негізі әсер етеді. Псевдоним, сізді қысқартып не деп айтады басқа адамдар, бұл да брендингқа өте қатты әсер етеді. Және де аватарка, ол әлеуметтік желілердегі аватаркаңыз, және де мессенджерлардағы, WhatsApp-тағы аватарка, Telegram-дағы аватарка, көбісі WhatsApp-қа, Telegram-ға бір аватарка қоймайды да, или там WhatsApp-тағы статустары бір ескі бір статустар тұрады. Оның барлығы негізі сіздің маман ретінде осы брендингқа, басқа адамдармен жұмыс істегеніңізге қатты әсер етеді. Осыны да бір анықтап алу керек. Одан кейін келесі сырт келбетіңіз, ол жалпы сіздің сырт келбетіңіз, луки дейді, киіну образыңыз, аксессуарларыңыз, сағат, браслет дегендер сияқты бар болса, одан кейін транспорт, қандай көлікпен жүресіз, қоғамдық көлікпен жүресіз, жаяу жүресіз, велосипед, машина деген сияқты, электроника, қандай телефондарыңыз бар, телефоныңыз қандай, наушник, гаджеттарыңыз қандай, соның барлығын анық түйесінде анықтап алу керек. Одан кейін келесі анықтайтын нәрсеміз ол айналаңыз, яғни үйленген болсаңыз, жарыңыз кім, достарыңыз кім, әріптестеріңіз кім, балаларыңыз бар ма, ата-анаңызбен қарым-қатынасыңыз қандай. Осының барлығын жазып шығасыз. Одан кейін келесі бізде наставник деп тұр. Бұл сізде қазір бағыт-бағдар көрсететін, сізді өсіретін ұстазыңыз, білім беруші адамыңыз бар ма деген сияқты. Жоқ бар болса бар, жоқ болса жоқ. Удачливость дейді, бұл жолыңыздың болу жиілігі, яғни көбі мүмкін сіз жолыңыз болмайтын адам шығарсыз, оны өзіңіз анализ жасайсыз, мысалы осы жерде менің жолым болып кетті, мына жерде менің жолым болып кетті, яғни мен жолым болатын адам сияқтымын деген сияқты өзіңіз анализ жасайсыз. И мотивация, сіздегі мотивация қандай осы номер 1 болуға, және де міндетті түрде самомотивация деген болады, өзіңізді мотивация беру керексіз. Мен номер 1 болсам, осындай нәрсе сатып аламын, мен номер 1 болсам, Мальдив аралдарына барып демаламын деген сияқты, номер 1 болсам, анама көлік алып беремін деген сияқты, сондай самомотивация беру керек. Адамға ешкім сырттан мотивация бере алмайды, адам өз-өзін ғана мотивировать ете алады. Осы мотивацияны да анықтап алу керек. Бұл А нүктесі, яғни біз номер 1 маман болу үшін мақсатымызды анықтадық, А нүктесін анықтадық. Енді Игорь Манн мырзаның айтуы бойынша, бұны мен айтып отқан жоқпын, бұны мына кітаптың авторы осы кітаптың ішіне жазған. Кітаптың ішінде ашып көрсетіп жіберейін, барлығы осының ішінде жазылған. Бұл қысқаша конспекция. Үшінші қадам дейді, ол кісі айтады, даму дейді, дамуды бастау дейді. Даму екі бөліктен тұрады, яғни кәсіби даму және де жеке даму. Кәсіби даму өз кезегінде 8 бөліктен тұрады екен. Кәсіби дамуға практикамен айналысу, тек қана құр теория емес, практика жүзінде өз ісіңізбен айналысу. Кітап оқу, өз салаңыз бойынша айдалаға кетудің қажеті жоқ, өз салаңыз бойынша кітап оқу. Көбісі айтады, менің салам бойынша кітаптар жоқ, олай емес. Іздену керек, табасыздар міндетті түрде. Аудио материалдар тыңдау, бұл жақта аудио подкасттар жатады, танымал беделді мамандардың не айтып жатқанын тыңдау үнемі, видео по вашей теме дейді, яғни подкасттар болуы мүмкін, сұхбаттар болуы мүмкін, немесе бір қызықты обзорлар, солардың барлығын қарап жүру керек үнемі. Тренинг, обучение, біліктілікті арттырып отыру керек, постоянно практикалық тренингтерге қатысу керек, саяхаттау керек, не обязательно жағажайға барып бір қымбат турлар сатып алуға, белгілі бір бизнес турлар, экскурсиялы турлар, сондайлар ұйымдастыра беруіңізге болады. Тіпті Қазақстанның ішінде де саяхат жасай беруге болады. Біз саяхат деген кезде прям бизнес-класспен Дубайға бару дегенді ойлаймыз, жоқ, шағыннан да бастай беруге болады. Нетворкинг обязательно керек, басқа адамдармен, өзіңіздің салаңыздағы басқа мамандармен танысу, өзіңізден жоғары білімді, нәтижелі адамдармен танысу, сөйлесу, жалпы ақша адамдар арқылы келетінін түсіну керек та, сол кезде нетворкингті да қалыптастырасыз. Және де знание в оригинале дейді, Игорь мырза айтады, білімді түпнұсқада алу керек дейді, яғни біз көбінесе білімді қазақшаға аударылған, орысшаға аударылған нұсқада аламыз, негізі ағылшыннан келіп жатса, ағылшын тілінде кәдімгі оригиналды тыңдау керек субтитрлармен деген сияқты. Әйтпесе жолда ол аудармасында мағынасы өзгеріп, кішкене өзгеріп кетуі мүмкін. Және де егер қазақстандық тренерлар болса, тікелей барып өзімен сөйлесіп алған дұрыс, аннан естігенде ол білім сізге кішкене бұрмаланып жетуі мүмкін. Бұл енді кәсіби даму, ал енді жеке дамуға тоқталатын болсақ, бұл жақта енді өте көп. Жеке дамудың ішінде умет деп тұр, яғни адам жеке өзі қолынан мына істер келу керек дейді. Игорь мырза айтады, бұл Игорь мырзаның айтқанымен мен де келісем, мына істер адамның қолынан келу керек. Біріншісі, адам сөйлей алу керек,
яғни бұл ораторлық өнер, халықтың алдында сөйлей алу керек номер бір адам, яғни ынжық болмау керек, тіл білу керек. Ағылшын тілі қазіргі заманда номер бір маман болғыңыз келсе міндетті түрде қажет. Стендап деген ол тек қана әзіл емес, ол өзіңіздің ойыңызды жеткізе алу, өзіңізге күле алу, жағдайға бір күлкілі қарай алу, және де өзіңіздің позицияңызды, жеке ойыңызды бөлісе алу. Бұл да стендапқа жатады. Доносить суть дейді, адам айтқысы келіп тұрған нәрсенің мәнін, мағынасын жеткізе алу керек. Не айтқысы келіп тұрған, көбісі мысалы аудиосообщение жібереді, 1,5 минут аудио тыңдайсың, ішінде не айтқанын түсінбейсің де, нақты мағынасын жеткізе алу керек номер бір мамандар. Конструктивно дейді, конструктивті деген біреудің намысына тимей, ашуына тимей, ренжітпей, сын айта білу, көзқараспен бөлісе алу, айыптамау. Одан кейін сөйлеген кезде де тек қана теория айта бермей, нағыз практикалық жаттығуларды көрсетіп, практикалық лайфхактарды көрсетсеңіз, ол дұрыс болады. Және де тост ақыл айтудың қажеті жоқ. Сөйлейтін кезде, яғни айтып отқанымыздай, көбісін байқайсыздар, бір нәрсе сұрасаң, тост айтып кетеді, тілек айтып кетеді, ақыл айтып кетеді, былай істеу керек, біз қазақтар бүйту керекпіз деген сияқты. Ол значит просто говорящая голова, бізге нақты инструменттер керек. Практик мамандар, номер бір мамандар нақты инструменттермен, нақты ғылыми дәлелденген теориялармен, гипотезалармен сөйлейді. Бұл енді сөйлей алу қабілеті бойынша. Енді Игорь мырза айтады, слушать и слышать дейді. Есту және тыңдау осы қабілет керек дейді номер бір маманға. Ол языком тела дейді, яғни дене тілімен адаммен сөйлескен кезде көзіне тіке қарап, одан кейін жабық позада емес, былай емес, ашық позада сөйлесу, және де гаджеттерсіз сөйлесу керек дейді адаммен, яғни бүйтіп айта бер деп отырсаң, ол тоже адамды отталкивать етеді. Адамға уақыт бөліп, кәдімгідей ашық позада көзбе-көз қарап сөйлесу керек. Бұл сізді маман ретінде деңгейіңізді көтереді. Не перебивать дейді, сөзін бөле бермеу керек, спорласа бермеу керек, ақылсымау керек, және де айыптамау керек. Ақылсу деген де өте нашар нәрсе. Ақылды адамдар аз сөйлейді деген сөз бар, қағида бар. Яғни сіз мысалы бір адаммен сөйлескен кезде сіз туралы адам айтуы мүмкін де, анау спорласа береді, ақылдаса береді, еще өзінің ойын тықпалай береді деген сияқты. Яғни сізді маман ретінде ешкім ұсынбайды. Ал егер сіз туралы айтса, өте жақсы маман екен, байсалды, айтқанын тыңдайды, өте маған ұнады деген сияқты назарды бөле алады десе, мысалы, жақсы маман екен, давай сол кісімен жұмыс жасайық деген сияқты сондай ұсыныстар тарайды. Бұл енді есту және тыңдау қабілеті бойынша. Келесі переписываться дейді, переписываться жазысу, яғни мессенджерлар арқылы Instagram болсын, WhatsApp, Telegram болсын. Бұл да 21 ғасырдағы маңызды қабілеттердің бірі. Қазақша клавиатура, егер қазақша сөйлесетін болсаңыз, қазақша клавиатура жазып алыңыздар. Грамматикалық қателер мүлдем жібермеңіздер. Көбісі грамматикалық қателер жазады, одан кейін солай қате жазады. Бұл да сізді маман ретінде отталкивать етеді, дұрыс жаза алмайтын адам менің жұмысын дұрыс істей ала ма деген сияқты. Сыпайы сөйлесу керек. Көптеген мамандар түнгі сағат 11-де звондап тұрады, или там видео звонокпен звондайтындар бар, одан кейін кейбір мамандарға сұрақ қойсаң, жауап бермей қояды. Игнор, 4 сағат игнор, білмейсің де дальше не айтып отқан. Сондықтан сізге сұрақ қойылса, оған жауап беру керек деген, сыпайы сөйлесу керек. Мысалы, аудиозапись жіберетін болсаңыз, сұрау керек та, мен сізден рұқсат болса аудиозапись жіберсем бола ма, мен қазір за рулем едім деген сияқты. Мысалы, сөйтіп рұқсат сұрап, сыпайы сөйлесіп, одан кейін не айтқыңыз келгеннің түпкі мағынасын жазып жіберсеңіз, мысалы, көп мамандар жазады, ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам дейсің, оған жақсы, қалыңыз қалай, жақсы, өзің дейсің, не істеп жатсыз. Ұзақ переписка кетеді да, бір нәрсені сұрау үшін. Просто бір сообщениемен жаза салуға болады да, ассалаумағалейкум, менің аты жөнім осылай, сізде бәрі жақсы деп ойлаймын, бізде осындай іс-шара болайын деп жатыр деген сияқты. Бұл да өзі жазысудың, переписканың бір өнері деп айтсақ болады, біреудің уақытын үнемдеу. Егер сіз туралы адамдар айтып жатса, грубый екен, что-то звондай береді деген сияқты айтып жатса, сізде тоже номер бір маман болуға мүмкіндіктеріңіз аз болады. Звонки дейді, перезванивать дейді, обязательно звондау керек сізге. Сіз алмай қалдыңыз ба телефонда, обратно қайттан міндетті түрде звондау керек, игнор жасамау керек. Может, ол жақта сізде бір маңызды сделка тұрған шығар, маңызды бір қонақ ретінде сіз шақырып жатқан шығар, сіз білмейсіз да. Сіз олай отказ бере беретін болсаңыз, андай ақшаның каналдарын жауып тастай беретін боласыз. Так, быстро и много читать дейді, конспектировать дейді. Яғни көп оқу керек, және жылдам оқу керек. Жай ғана оқып қоймай, конспект жасау керек. Сіз жылына 50 кітап оқыдым деп мақтанғаныңызбен, ол 50 кітаптың ішінде ешқайсысын пайдаланбасаңыз, ал 5 кітап қана оқып, 5 кітаптың ішін конспект жасап, соны іс жүзінде пайдалансаңыз, сол 5 кітаптың пайдасы молырақ болады. Жаңа 50 теорияда кітаптан информация көп қазір, сондықтан кітаптағы ақпараттар ұшып кетеді, сондықтан осылай конспект жасау керек. Игорь мырза айтады, номер бір маман дейді, міндетті түрде креативті болу керек дейді. Ол яғни ойындар,
әуендері бойынша саяхаттау, жаңа адамдармен сөйлесу, идеяны ұрлай алу, және де жай ғана ұрлап қоя бермей, іс жүзінде соны іске асыру дейді. Мынандай сөз бар, идея ничто, главное реализация дейді да. Менде күшті идея бар деп жүре беруіңіз мүмкін, бірақ оны реализовать етпесеңіз, ол идеяның түкке пайдасы жоқ. Сондықтан креативті адамдар, номер 1 адамдар ол идеяны алады да жүзеге асырады осы пункт бойынша. Келесі айтады, Игорь Манн мырза, номер 1 мамандар басқа адамдарды шабыттандыра алады дейді. Яғни рахмет айта алады біреуге. Рахмет, күшті болды, рахмет, жұмысыңыз ұнады деген сияқты. Мақтай алады, сіздің қолыңыздан келеді екен, мен сізден ешқандай күмәнданбадым дейді. Сыйлық бере алады, әріптестеріне, бастықтарына, серіктестеріне, инвесторларына сыйлық бере алады. Мысалы, ол қарым-қатынастарды жақсартады. Одан кейін поощрять дейді, мадақтау деп аудардым. Мақтап, мадақтап, жаңа шабыттандырып деген сияқты. Көптеген адамдар мынандай сөз бар, эмоциональная импотенция деген, яғни эмоциясын шығара алмай былай ғана жүреді да, и сіз ол туралы, адам туралы ештеңе айтпайсыз да, какой-то скучный, замкнутый біреу деген сияқты. А сіз, допустим, шабыттандырып, күшті деп комплимент айтып жүрсеңіз, сіз туралы айтуы мүмкін да, мынам өте энергичный адам, осы кісімен жұмыс жасайықшы, идеялары күшті, маған ұнайды осы кісі деген сияқты. Вот солай сіз рейтингіңіз өседі номер 1 болуға. Так, келесі номер 1 адамның қабілеті ол уақытты тиімді басқару. Яғни уақыт барлығымызда 24 сағат. Мысалы, көптеген адамдар уақытты тиімді басқару үшін мен азырақ ұйықтайын деп санайды. Мысалы, 6 сағат, 7 сағат ұйықтаймын, сол кезде мен барлығын үлгеремін деген сияқты. Бірақ олай емес. Біз ұйқымызды азайтқанша, лучше ояу жүрген уақытымызды тиімді пайдалану керекпіз да. Мысалы, өзіңізге кем дегенде 8 сағат, мен өзіме 8-9 сағат ұйқыға уақыт беремін, ал ояу жүрген кезімді просто тиімді пайдаланамын. Арасында демалып тұру керек, приоритеттер қоя білу керек, яғни мына іс мен үшін маңызды, мынаның қазір маңыздылығы жоқ деген сияқты. Әркімге еріп кете бермей, маңызды істерді бітіру керек. Және күнді таңертеңнен бастап жоспарлау керек. Бүгін менде сағат 11-де кездесу, 1-де тағы да кездесу, 3-те жиналыс деген сияқты. Барлығын заранее жоспарлап қою керек, импровизациямен жүруге болмайды. Номер 1 мамандардың келесі қабілеті бұл пунктуальность дейді, яғни бұл уақытылы істеу барлығын, уақытынан ерте істеу, яғни уақытылы жауап беру, жазған кезде, мысалы 15 минуттың ішінде, 30 минуттың ішінде жауап беру. Мысалы, көптеген мамандарға жазасың, жауап бермейді, сенде уже ой қалыптасады, жауап бермейтін жауапкершілігі төмен адам екен деген сияқты. Одан кейін проекттерді уақытынан бұрын тапсыру. Мысалы, сізге дедлайн қойылды, 14 күні сағат 3-те тапсыр десе, сіз оны 14 күні сағат 3-те емес, 12-де тапсырдыңыз да. Сол кезде сіз туралы айтатын болады, мынау өте мықты маман, уақытынан бұрын жасайды. Давайте келесі жолда осы кісіден тапсырыс берейік деген сияқты. Кездесуге 15 минутқа ерте келу, яғни кездесуге кешігетін болсаңыз, ол уже сіздің рейтингіңіз төмендетеді. Және де звондаймын деп уәде берген кезде звондау, ертең сағат 12-де сізге хабарласамын дедіңіз, осы ертең сағат 12-де хабарласыңыз. Сіз уәде беріп қойып хабарласпай жүрсеңіз, тоже айтуы мүмкін, мынау маған звондаймын деп еді, что-то звондамады, какой-то жауапкершілігі жоқ адам екен. Осындай ұсақ-түйек нәрселердің барлығы сіздің номер 1 маман болуға әсер етеді. Уәдеңізде тұра білу керексіз, жоқ деп айта білу керек. Жоқ, кімге жоқ деп айтасыз? Вампирлар адамдарға, яғни энергияны жұтатын, уақытты алатын сондай адамдар болады. Не өзі істемейді, не өзгеге істетпейтін сондай адамдарға жоқ, кешірші, бізге не по пути деп айта білу керек. Қанша жерден жақсы көріп тұрсаңыз да, туысқаныңыз болса да. Одан кейін әлеуметтік желілерге жоқ деп айта білу керек. Уже TikTokқа бір кірсек кіріп кетеміз, Reelsқа бір кірсек кіріп кетеміз. Оларға да жоқ, мен қазір жұмыс істеп жатырмын деген сияқты өзіңізге айту керексіз. Тусовкалар, бізде көбінесе қазақтарда ол той, той тойлап кетеміз, аптасына 2 аптада бір рет той болып кетеді. Сондай кейбір тойларға уже отказ беру керек та. Так, мен бүгін демаламын, или там менде бүгін жеке даму күні, мен тойға бара алмаймын деген сияқты. Бір жақын туыстарыңыз болмаса, андай троюродный туысқандардың тойына шейін барып, қатты тусоваться етіп жүре берсеңіз, ол тоже сіз маман ретінде өспейсіз. Умение делегировать дейді, бір істі біреуге тапсыра білу жұмысты, яғни сіз өзіңіз бүкіл істі өзіңіз істейтін болсаңыз, үлгермейсіз еш нәрсеге, сондықтан қасыңызға көмекшілер алып, соларға жұмысты тапсыру керек. Бастаған істі соңына дейін апару керек, және де көзге көрінетін, өлшенетін результат көрсету керек. Мысалы, сіз ремонтпен айналысатын болсаңыз, істі до конца ремонт істеңіз, сосын до-после результат көрсетіңіз. Вот сол кезде сіз туралы адамдар айта бастайды, мынау мықты кісі, мына результатты қараңдар, фото до осындай болды, после осындай болды, өте керемет, бастаған істің до конца істейді екен, тиянақты істейді екен деген сияқты. Ал әрбір істің басын бір шалып, жарты жолдан кетіп қалатын болсаңыз, кто везде, тот нигде дейді, сондай адам болып шығасыз. Получеловек дейді, полукәсіпкер, мобилограф,
продавец деген сияқты жарты адам болып қаласыз да, сондықтан бір істі бастадыңыз до конца апарып измеримый результат көрсету керек. Держать фокус дейді, яғни фокус дегеніміз бір уақытта бір іспен айналысу. Мысалы біз қазір тамақ ішіп жатқан кезде телефон шұқылаймыз, или адаммен сөйлесіп отырып телефон шұқылап кетеміз деген сияқты. Хотя сіз тамақ ішіп отырсыз да, бір сәтте бір ғана іспен айналысу керек, жазу жазып жатқан кезде тек жазу керек деген сияқты. Вот умение держать фокус номер 1 мамандар осы фокусты ұстай алады екен. Жұмысты тез істеу және де жұмыстың ебін білу, бұл түсінікті деп ойлаймын, иә, қалай істелу керектігін білу. Держать темп дейді, яғни өмірдің ритмін, темпіне шыдау керек, жұмыстың технологияларын білу керек та. Номер 1 мамандар осының барлығын біледі. Мысалы мен бұрын ойлайтынмын, бір маман болса, мысалы мықты маман болса, ойлайтынмын да, мынау таныспен көтерілген бір сондай адам шығар деген сияқты. Но уақыт өте келе олармен сөйлесе келе, олардың жұмыстың ебін білетін, өмірлерінің темпінің жоғары екенін және де жұмыста қалай тез істеу керектігін білетін адамдар екенін түсіндім да. Келесі номер 1 маманға тән қабілет, ол іскерлік кездесулерді ұйымдастыра білу, яғни іскерлік кездесудің ішіне презентация келеді. Мысалы көп іскерлік кездесулер қоямыз, адамнан сұрайсың да, сізде презентация бір нәрсе бар ма дегенде, ұмытып кеттім, білмеймін, жоқ деп отырады да. Уже маман деңгейі төмен екенін байқайсың. Су, кофе, конфет обязательно, сырт келбет және де пунктуальность, жаңа айтып кеттік, 15 минутқа ерте келу деген сияқты. Сіз осының барлығын істейтін болсаңыз, сіз туралы айтады, іскерлік кездесу өте керемет өтті, уақытылы келеді екен, презентациясы ұнады маған, кәдімгідей сырт келбетте тартымды жігіт екен, давай осы кісімен жұмыс жасайық деген сияқты. Келесі номер 1 маманға тән қабілет, ол әзілдей алу. Әзілдей алу, мысалы көбісі әзілдей алмайды. Оптимизм, өмірге оптимизммен қарау, бір проблемалар болады, клиентпен жұмыс істеген кезде. Сондай кездерде оптимистік көзқарас таныту, одан кейін интеллектіңізді көрсете алу. Әзіл дегенде андай ұятсыз, белден төмен әзілдер емес, интеллектті көрсететін, сол ситуацияда күлкілі әзілдерді айта білу, және де үнемі күліп жүру, күле білу, өзіңіздің командаңызға, клиентке қарап күле алу, күліп қарау. Мысалы көптеген бай кісілер не үшін олар тістерін жасатады, не үшін винир жасатады, олар ақшаларын шашатын жер таппай жүргендіктен емес, олар үшін күліп жүру, номер 1-лерге күлкілі, жүздерінде күлкі болу және де күлген кезде тістерінің де ашық жарқын болғаны маңызды. Одан кейін келесі номер 1 маман міндетті түрде сатуды білу керек. Сату үш сатудың түрі бар. Ол идеяны сата білу, екінші өнімді сата білу, үшінші өзіңді маман ретінде сата білу. Сата алмасаң, сен уже аш қаласың. Келесі қабілет ол жаңалықты қабылдай алу, инновациялар, заңдар және де өзгерістер. Сіз мысалы 20 жаста карьераңыз басталды, 60 жасқа шейін сіз 40 жыл бойы бір заңмен өмір сүре бермейсіз. Сізде заңдар өзгереді елімізде, билік ауысып кетуі мүмкін, аяқ асты бір инновация, технология келуі мүмкін да. Сол кезде сіз гибкий болу керексіз да, өзгере алатын болу керексіз. Өзгере алмайтындар мамонттар, мамонттар өліп қалды деген сияқты. Келесі қабілет бұл есептей алу, табысыңызды және де шығындарыңызды және де цифр показательдер болады әртүрлі. Мысалы жарнамамен алысатын болсаңыз, жарнамада қанша клик, анау мынау деген сияқты. Жақсы, жаман, нормально пойдет деген нәрселер ол сізді маман ретінде өсірмейді. Сіз нақты цифрлармен сөйлеу керексіз. Енді номер 1 маманның келесі төртінші болуының төртінші қадамы бұл Б нүктесін анықтау дейді. Ол Б нүктесі дегеніміз көзге көрінетін қандай да бір нәтиже. Ол үш бөліктен тұрады. Біріншісі ақша. Ақша ол өзіңіздің қалтаңыздағы ақша және де кассадағы ақша. Бизнесіңіздегі жасап жатқан жобаңыздың кассасындағы ақша. Ол көзге көрінетін нәтиже. Екінші көзге көрінетін тағы да нәрсе ол бизнесіңіз жасап жатқаныңыз, көш таласын, ал менің бизнесім деген сияқты. Жасап жатқан жобаңыз, кәсіпкер болмасаңыз, қандай да бір брендті дамытып жатсаңыз, брендіңіз, немесе бір шығармашылық саласында болсаңыз, жазып шығарған кітабыңыз, тіпті болмаса үй немесе машина. Бұл сіздің номер 1 маман ретінде, мысалы, мына кісі осымен айналысып жүріп, үй сатып алыпты десе, ол уже сіздің рейтингіңізді көтереді. Одан кейін үшіншісі ол қоғамның мойындауы, яғни халықаралық дипломдар, сертификаттар, аттестаттар, лицензиялар, мемлекеттік және қоғамдық наградалар, мына кісі осындай марапатпен марапатталады дегенді Инстаграмға салып қойсаңыз, мемлекет сізді марапаттап жатса, бұл сіздің номер 1 маман болғаныңызды кәдімгідей дәлелдейді. Білім халықаралық ресми және квалификацияны өсіретін және де рейтингтер, мысалы Холла Ньюста рейтингтер бар, топ 10 жас блогер деген сияқты, или Forbes-та топ 30 жасқа дейінгі кәсіпкерлер деген сияқты сондай бір рейтингқа шықсаңыз, бұл да сізді номер 1 маман ретінде көрсетеді. Және де төртіншісі бұл әрі қарай даму деп тұр. Яғни сіз мақсатыңызды анықтадыңыз, А нүктесін анықтадыңыз, дамуыңызды жасап кеттіңіз, және де жеке және кәсіби. Одан кейін Б нүктесін нәтижелерді
жеттіңіз, енді ары қарай не істеу керек дегенде, ары қарай одан сайын да дамый беру керек. Ол брендингпен айналысу керек, брендинг мында жазылып тұр, портфолио, позиционирование, слоган, резюме, өзіңіз туралы ақпарат, визитка, әлеуметтік желілеріңіздің өсуі, дамуы, фотосессия, сіз туралы отзывтар, және де сізді адамдар ұсына ма, ұсынбай ма. Пиар ходтар керек, және кітап жазып шығаруыңыз мүмкін, бір жаққа мақала жазуыңыз мүмкін, бір жерде қонақ ретінде, спикер ретінде сөз сөйлеуіңіз мүмкін. Одан кейін өміріңіздің қағидаларын жазып шығарсаңыздар болады. Репутация өте маңызды. Жандарбек Бұлғақовтың мынандай сөзі бар: танымал болу әркімге бұйырған дейді, танымал болат барлығы, бірақ абыройлы болу екінің біріне бұйырмаған дейді. Осы репутация деген ол абырой, біздің саламызда абырой өте маңызды. Егер сіз маман болсаңыз, мысалы біреуді қадап кеттіңіз, біреуді ақшаға лақтырып кеттіңіз, сіз туралы сразу әңгіме тарайды, сізден сұрайды, мысалы, ана маман қалай деген кезде, ол ақшаға лақтырып кеткен, ол бастаған ісін до конца апармайды десе, сізде уже абырой жоқ, сіз уже номер один емессіз деген сияқты. Келесі дальнейшее развитие бойынша, продвижение бойынша отдавание дейді, яғни сіз уже біліміңізбен бөлісу керексіз, әлеуметтік желілеріңізді жүргізу керексіз, одан кейін кітаптар жазып шығарсаңыз болады, бір жерде спикер ретінде выступать етсеңіз болады, және де өзіңіз наставник ретінде шәкірт тәрбиелесеңіз болады. Бұл 5-ші қадам, жаңағы номер 1 мамандардың, номер 1 маман болудың 5-ші қадамы. Біз осындай 5 қадамнан өтіп шықтық номер 1 болу үшін, және де кітаптағы қызықты идеялар мен цитаталарды айта кетейін. Люди должны расти дейді. Если растут и уходят, то это нормально дейді. Адам сізбен жұмыс жасап жатқан адамдар өсу керек дейді. Өсіп кетіп қалғаны ол нормальное явление дейді. Ол егер адам өспесе, бір орында тұра берсе, значит ол что-то дұрыс емес дейді. Егер ман айтады оны. Так, follow up дейді. Follow up дегеніміз бір істі соңына дейін аяқтау. Қателеспесем, бір істі соңына дейін аяқтасаң, сен герой дейді. Тағы да бір істі соңына дейін апарсаң, сен 2 есе геройсың дейді. Одан кейін гардеробқа ай сайын ақша салып отыру керек дейді. Жақсы әдемі киімдерге ақша салып отыру керек, себебі кездесуге барған кезде, фотосессия жасаған кезде ол сізге инвестиция қайтып келеді деп отыр. Өмірлік цикл бар, кез келген нәрсенің, кез келген өнімнің ол басында басталады, одан кейін өседі, одан кейін піседі, соңында құлдырайды. Бұл нәрседен ешкім қашып құтыла алмайды. Мысалы кезінде Бейбіт Қорған, Эненбек деген топтарды білесіздер, хит болды кәдімгідей, басталды, өсті, пісті, одан кейін құлдырады. Қазір ол кісілер енді басқа іспен айналысып жүр. Мысалы продюсер болуы мүмкін, диджей болуы мүмкін бір жерде, бірақ сол жерде де сол этаптарын өтіп жатыр олар. Сіздің де мамандығыңыз бойынша сондай нәрсе болады. Сіз бастайсыз, өсесіз, пісесіз, құлдырайсыз. Одан қашып құтыла алмайсыз бәрібір. Одан кейін везение есть, но везет тому, кто больше работает дейді. Біз айтып жатамыз, анаң жолы болып кетті деген сияқты. Ол жолы болған жоқ, ол жолы болу үшін көп әрекеттер жасады. Когда начать дейді, начните раньше дейді, начинайте раньше дейді. Қашан бастау керек деген кезде бүгін, ертең или дүйсенбі емес, ертерек баста деген өте жақсы инсайт. Саяхаттар сіздің миыңыздағы шектеулерді алып тастайды. Тағы бір инсайт, одан кейін келесі инсайт: блестящий собеседник говорит о вас дейді. Жақсы сөйлесетін адам сіз туралы ғана сөйлеседі дейді, өзі туралы айта бермейді деген сияқты. Чем лучшим переговорщиком вы станете, тем лучше станет ваша жизнь дейді. Сіз переговорды жақсы жүргізе алсаңыз, сіздің өміріңіздің сапасы өсе береді. Лучшее 15-минутное выступление то, которое заканчивается на 13-й минуте дейді. Яғни барлығын ерте аяқтасаңыз өте жақсы болады деп тұр. Креативными рождаются дейді, адам креативті болып дүниеге келеді. Оны сырттан, кітаптан, бір жерден курстан креативный бола алмайсыз, сіз ол табиғаттан, Құдайдың берген қабілеті ол креативный деген. Слух сияқты ғой тоже. Әнші болып туылады адамдар. Мысалы менде слух жоқ, мен қанша рет курсқа неге қатыссам да, вокалға қатыссам да, мен өлең айта алмаймын деген сияқты. Одан кейін келесі керемет цитата, бұл связи решали, решают, будут решать все дейді. Связь керек та, бүкіл жерде. Адамдар жалобат етеді, ой, связь керек көтерілу үшін адамға. Конечно, связь керек. Мен мысалы жұмысты таныс емес адамға бергенше, таныс адамға бергенім жақсы да. Сол үшін связьдарды, нетворкингті қалыптастыру керек, номер 1 болу үшін. Енді кітаптың түйініне келетін болсақ, егер ман айтады, соңында тоқтамау керек дейді. Жігіттер тоқтамаңдар, қыздар жігіттер дейді. Номер 1 болып қалдым екен деп жасай беріңдер дальше дейді. Одан кейін осы номер 1 болуға кеткен ақшаны, уақытты, энергияны ақталуын есептеу керек дейді. Мен осынша ақша құйдым, ол маған қанша болып қайтып келді деген сияқты постоянно анализ есеп керек дейді. Тест-драйв жасаңыздар дейді, как будто уже номер 1 сияқты бүгінгі күннен бастап өзіңізді номер 1 маман ретінде ұстап, яғни кездесу болса кездесуге кешікпей барып, переписка бойынша уақытылы дұрыс сөйлесіп, содан как будто уже номер 1 маман сияқты өмір сүріңіз дейді. Және де соңында делитесь с другими дейді, осындай номер 1 болғың келсе, осылай әрекеттер жаса деп айтып бөлісіп жүр дейді. Міне достар, бұл номер 1 деген кітаптың Игорь Манның бестселлерге айналған мамандарға арналған кітабының қысқаша конспектісі болды.
Бұл кітапты мен өзі 200 бет па, сондай тұрады, 200 беттен құралған. Осы кітаптың конспектісін сіздерге жасап бөлістім. Егер сізде номер 1 маман болғыңыз келсе, осы ережелерді қолдануға ұсынамын. Егер сізге шығарылым ұнаса, онда бұл видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Бұл YouTube-тың алгоритмі бойынша көп действиялар болса, менің видеом продвижение қарай өтеді. Сол каналға тіркеліп қойыңыздар, тағы да видеолар шығады. Барлықтарыңызға сәттілік. Номер 1 болуға алғашқы қадамдарыңызды бастай берсеңіздер болады. Сау болыңыздар.